2020 жылдың 6 қазаны күні Instagram өзінің 10-шы туған күнін атап өткенін көбісі біле білмейді. Қысқасы, сіздерді көп күттірмей, Стэнфордский университетінің бірнеше түлектерінің миллиардтаған адамды өз сервистеріне отырғызып, осының арқасында жағдайларының қалай жасап алғаны жайлы айтып беремін. 2006 жылдың көктемі. Стэнфордский университетінің қарапайым студенті Кевин Систром Пало-Альто қаласындағы Кафе Дель Додж кафесінің машинасының алдында тұрып, сөреге жақындаған ер адамды байқамайды. Ол мазасы қанша кофесін тосып, еденді аяғымен тықылдатып тұрып, біраз уақыттан кейін оның өмірі түбегейлі өзгеретінін білмейді де. Басын көтерген Кевин кішкене көзін қысып, аздап таң қалды. Өйткені оның қарсы алдында тағы да Фейсбуктың негізін қалаған Марк Цукерберг тұрған еді. Алдын ала айта кетейін. 1 жыл бұрын Цукерберг Систроммен кешкі ас ішкен болатын. Сол кезде ол Кевинге университеттің соңғы курсынан кетіп, Facebook үшін ғажап фотосервис жасап бер деп ұсыныс білдірген болатын. Түсініп отырғандарыңыздай, Систром ол кезде ұсынысты қабыл алмаған болатын. Шындығында барлығы оңай еді. Жігіт оқуын аяқтағаннан кейін стартап саласына кетпекші болатын. Болашақ миллиардер және Instagramның негізін қалаушы Кевин Систром 1983 жылы 30 қазанда Массачусетс штатының Холлистон қаласында жағдайы жақсы отбасында өмірге келген. Оның анасы өте жоғарғы сұранысқа ие маркетолог болса, әкесі TJX америкалық тауар желісінің кадрлық қызмет президенті болды. Жас жігіт жекеменшік мектепте оқығаннан кейін программалау жүйесін жақсы меңгерді. Мектепті аяқтай сала, оның Стэнфордский университетіне еш қиындықсыз түскені ешкімді таң қалдырмады. Ол жерде Кевин компьютерлік ғылымды күшейте оқуды жалғастырды. Негізі, университет жігітке жаңа білім беру керек болады емес па? Бірақ көп уақыт өтпей, біздің кейіпкеріміздің көңіл күйі түсіп кетеді. Оған себеп, оқу ордасында тәжірибеден гөрі теория түрінде көбірек білім беріледі екен. Қысқасы, оған қызықсыз бола бастайды. Біраз уақыттан кейін ол бизнесті бастау жайлы ойға келген менеджмент оқуына ауысып кетеді. Оның үстіне студенттік жылдары Систром алғаш рет шыңдап фотомен айналыса бастайды. Тіпті Италияға қысқа мерзімді курсқа да барып келеді. Сол жерде ол Холга камерасымен танысады. Бұл 1980 жылдары Гонконгта шығатын қымбат емес фотоаппарат болатын. Бұл ғажайып техника шаршы түріндегі шағын фотолар түсіретін. Сапасы нашарлау болғанмен алатын әсер баурап алды. Түсініп отырғандарыңыздай, осы эстетика мен ломография Instagramның негізіне енді. Студенттік жатақханада 45 минут ішінде сызылған белгіше 6 жыл бойы полароид болып тұрды. Жалпы айтқанда, жігіт өзінің білімін күн сайын үздіксіз ұштап, 3-ші курс оқып жүргенде, еш сескенбестен өз кандидатурасын Mayfield Fellows'дың бағдарламасына қатысу үшін ұсынды. Бірнеше апта өткенде, ол жобаға қатысу туралы тартымды ұсыныс алды. Міне, осы кезде ол Марк Цукербергпен танысады. Mayfield Fellows Кевинді 4 ай ішінде тәжірибе ішінде Адева атауы бар подкаст ойлап табуға таңдап алды. Бұл тәжірибе Систромға үлкен мотивация болды. Соның арқасында ол әлемдік жоғарғы технологиялар санатынан табылады. Айтпақшы, 2 жылдан кейін Адева базарында бәріңізге жақсы таныс Twitter пайда болады. 2006 жылы университетті аяқтағаннан кейін Кевиннің тәжірибесі мен білімі толығады. Тіпті оған Google және Microsoft'тан жақсы ұсыныстар түседі. Ол ойлана келе Google'дың ұсынысын қабыл алады. Ол уақытта компания Кремний алқабындағы ең табысты стартап болатын. Сол жерде Кевин 3 жылда еңбек етеді. Бірақ басынан өзінің жеке кәсібін ашу туралы ой кетпей қояды. Әлбетте, оның айлығы да жоғары болды ол жерде. Жалпы айтқанда, әрі қарай еңбектене беруге де болушы еді. Бірақ оны ақша емес, өзінің жеке затын ойлап табу қатты қызықтырды. Google'дан кеткеннен кейін ол түбегейлі жұмыссыз болды. Бірнеше ай бойы үйінде болып, Nextstop компаниясының қосымшаларына еңбек етеді. Ол уақытта постинг геолокацияның біріккен ойын сервисі өте қатты танымал болатын еді. Чек-ин арқылы жариялау мүмкіндігі туып,
ұпайда жинай алатын. Осылайша Foursquare пайда болды. 2009 жылы System оны Barb'ын атауы бар прототип негізінде жасап шығарды. System оны жасау барысында Foursquare'ге барлық функционалды сәтті қостым және қыдырған сәттегі суреттерді бөліскенім үшін ұпай аламын деп топшылады. 2010 жылдың желтоқсан айында Кевин Baseline Ventures кәсіпорын капиталисті Стив Андерсонға өзінің прототипін көрсетеді. Және ол жобаға $250 мың салуға келісім береді. Біраз уақыт өткеннен кейін инвестор құқығы бар Андерсон Barb'ға қызығушылығы тез жоғалып кетпейтін басқа серіктес тапқанын хабарлайды. System'ның басқа амалы қалмайды. Ол ұсынысты қабыл алады. Және біраз апта өткеннен кейін Nextop компаниясынан жұмыстан шығып кетеді. Қалай болған күнде де өзінің жеке ісі туралы ой Кевиннің басынан кетпей қояды. Бірақ оны жасауға жалғыз өзінің шамасы жетпес еді. Оған қалай да серіктес керек болды. Стэнфордский университетінің тағы да бір түлегі психология, лингвистика, философия, кодтау ісін жетік меңгерген Майк Кригер Кевинге серіктес болып келді. Осы аталған білімдер жігіттерге көп көмек көрсетті. Barb'ın қосымшасындағы сәтсіздік Кевинге жақсы сабақ болды. Енді қолданушыға ұнамаса, бірдеңені қайта жасаудың немесе жетеріне жеткізе жасаудың қажеті жоқ екенін анық түсінді. Одан бір жолата бас тартып, басқаға ауыстыру керек деп түсінді ол. Осы уақыттан бастап бір ойды мақсат тұтқан екі жігіт Сан-Францискодағы коворкингте ұзақ отырып, Barb'ın қосымшасының жаңа нұсқасын жасауға еңбектене бастайды. Осылайша, бір-екі ай ішінде System мен Кригер өздерінің екінші жобаларын жасап шығарды. Әрине, бұл ретте атауының алатын орны ерекше еді. Оны ұзақ ойланбады. Қосымша Instant және Telegram деген екі сөзден құралып Instagram атауына ие болды. Ол жылдам түрде небәрі 3 рет басу арқылы өңделген суретті жариялауға мүмкіндік берді. 2010 жылдың 6 қазаны түнінде Instagram App Store'ға орналастырылады. Кевин бұл жаңалықпен Twitter желісінде бөліскеннен кейін достары мен Barb'ның бұрынғы қолданушыларына тез тарап кетеді. Бұл сәтте жігіттердің жолы болды десек, артық айтқанымыз емес. Өйткені 2010 жылдың 7 қазаны күні қосымшаның шығу уақыты мен iPhone 4-тің жарық көруі тұспа-тұс келген еді. Жаңа ұялы телефонның камерасы жоғары сапада жабдықталып, экраны жоғары деңгейде жасақталған. Енді алма телефоны бар тұтынушылар өз камералары мен фотосуреттерін қалай пайдалану керегін жақсы білді. Бірнеше сағаттар өткеннен кейін шағын Instagram сервері трафик қысымына түсіп қалады. 7 қазан System мен Кригер үшін өтпес уақыттай болды. Алғашқы күні жаңа қосымшаны 25 мың қолданушы жүктеп алған екен. Сервер жүктемені көтере алмады. Оны қайта-қайта көтеруге тура келді. Біз Кевин екеуміз қатты абдырап қалдық. Біздің шағын сервисіміз алғашқы күні-ақ трафиктің қысымына түсіп қалды. Бірақ жетістіктің иісі мен біздің сәттілікті ұстанғанымыз бізге босаңсуға мұрша бермеді. Өздеріңіз ойланыңыздар. Достар, небәрі бір күннің ішінде қосымша iPhone'дағы тегін қосымшалардың көшін бастады. Ал бір күн өткеннен кейін The New York Times, BizBlog және PageCrown жаңалық жайлы жарыса жазды. Бар жоғы бір аптаның ішінде Instagram'да 100 мың еседен астам жүктеп алған. Ал тағы бір аптадан кейін бұл көрсеткіш 1 миллионға жеткен. Ілгерілеумен барлығы ойдағыдай болғанымен, программистерге сол баяғы сервер мәселесі басты проблема болып тұрды. Күннен күнге серіктестер осы мәселемен тоқтаусыз күресті. Осы үрдіспен олар 1 жылда артқа тастады. Бұл уақыт аралығында жүктеу бірнеше миллионға өсті. Ал сервер жұмысы үшін тез арада бірнеңе ойлап табу керек болды. Және жігіттерге ресурсы бар адаммен келісімге келу керек болды. Солайша олар Amazon'ның офисынан табылады. Мәселе шешіледі. Ол шақта шағын ғана болған Instagram'да аса қуатты алпауыт серверге көшіреді. Бірақ сервер жұмысынан бөлек, программистер қосымшаның өзін жетілдіруімен күн-түн демей айналысады. Фотосуреттерді оңай тауып алатын хэштег жүйесі іске қосылады. Сондай-ақ Instagram'ның негізгі фишкасы қарапайым суреттерді әдемірек қылып көрсететін ретрофильтрлер пайда болады.
Бұл қосымшаның тұжырымдамасында әуелден енген болатын. Сол кезде олардың саны 11 болатын. Бүгінгі күнге дейін сервисті қолданушылар өз фотоларын тарихи Hevia X Pro 2 және тостер арқылы өңдей алады. Жетістіктің жоғарғы деңгейде болғаны соншалық, 2011 жылдың шілде айында қосымша 100 миллион фото жүктеледі. 2012 жылы Instagramға 30 миллион қолданушы тіркеледі. Ал сол жылдың 3 сәуірінде қосымша алғаш рет Androidқа арналған қосымшалар дүкенінде пайда болады. Бір аптадан кейін 2012 жылдың 9 сәуірі күні Марк Цукерберг Instagramда $1 миллиард сатып алғанын жариялайды. Оның 700 миллионы Facebook акциясынан аударылған. Систром мен Кригер және қалған команданың акциядан қанша алғаны әлі күнге дейін айтылмайды. Instagramды Цукербергтің сатып алуы кездейсоқтық емес. Ол Instagram Facebook'ты тұншықтырып тастаудан қатты сақтанды. Оның үстіне Цукербергтің программистері бірнеше жылдар бойы Facebook'қа қосалқы болатын қосымшаны жасап шығару үшін тынбай еңбектенді. Бірақ басқа нәрсе қатты таң қалдырды. Instagram'ды сатып алған кезде бұл қосымша тіптен де ешқандай кіріс әкелмеді, яғни монетизацияланбады. Қосымшаны сатса да, Кевин Систром мен Майк Кригер өз лауазымдарын сақтап қалып, Instagram'дағы жұмыстарын жалғастыра берді. Ал сол уақыттағы 12 адамнан тұратын жұмыс тобы келісім бойынша Facebook'тың офисына көшті. Олардың ұқыпты жетекшілігі мен қосымша дамуды жалғастырып, фотофильтрлер түрін кеңейтті. Boomerang, Stories, Direct чаты функциялары іске қосылды. Instagram ақша табу керек болды. Бірақ оған жоқ дегенде 3 жыл уақыт кетті. 2015 жылы қосымшада видеороликтері мен фотосуреттері бар жарнамалық қолданбалар пайда болады. Сондай-ақ жарнама берушінің сайтына арналған гиперсілтемелер іске қосылды. 2016 жылдың алғашқы 90-ында Instagramның жарнамасынан түскен табыс $573 миллион құрайды. Бұл Facebook табысының 10%-на тең еді. 2018 жылдың 26 маусымында Bloomberg агенттігі өзіндік сараптаумен деректер жариялады. Соған сәйкес, егер Instagram өз алдына жеке автономды компания болып қалса, онда оның капиталдандыруы $100 миллиард дейін өсереді. Бұл содан 6 жыл бұрын Цукерберг төлеген соманы 100 мәрте артқа тастайды деген сөз. Bloomberg'тің есебінен кейін 3 ай өткен соң, 2018 жылдың 25 қыркүйегі күні Кевин Систром мен Майк Кригер Instagram Facebook тобынан кеткендерін хабарлайды. Біраз уақыт өткен соң, Bloomberg тағы да сервистің негізін салушылардың бұл кетуін Цукербергпен қарым-қатынас кезіндегі іскерлік шиеленіс салдарынан деп жар салады. Сол жылдың қараша айында Сан-Францискодағы журналистерге ұсталған Систром Кригер екеуінің кетуіне себеп болғанын айтады. Бірақ толыққанды тарқатып айтпайды. Instagramның пайда болуымен біздің өміріміз қоғамдық сипат алды. Әлеуметтік желі танымалдылық терезесіне айналды. Instagramға тіркелген алғашқы жұлдыз танымал рэпер Snoop Dogg болды. Ал Джастин Бибер аккаунт ашқанда, жанкүйерлердің белсенділігінен сервер тағы да саптан шығып кете жаздады. 2016 жылы Систром Ватиканға барды. Онда ол Рим папасына аккаунт орнатуға көмектесті. Бүгінде аты аталған 3 танымал адамның Instagramдағы тіркелушілері Ресей мен ақш халқынан бірнеше есе асып түседі. Футболист Криштиану Роналдуға 347 миллион тіркелуші бар. Кино актері Дуэйн Джонсонда 270 миллион, ал әнші Ариана Гранде 267 мың. Сондай-ақ 267 миллион тіркелуші Лионель Мессиде де бар. Ең қызықтысы, ең алғашқы селфиді 2011 жылы Сан-Франциско қаласында Дженнифер есімді қыз өз телефонына түсіп жүктеген. Міне, содан кейін басталды дерсін. Instagram біздің өмірімізді бастан аяқ өзгертті. Осылайша, әуелде сапасыз суретті өңдейтін сервис болған Instagram алпауыт әлеуметтік желіге миллиондаған адамдардың тілдесу алаңына бизнесті жүргізудің тиімді орнына айналды. Бүгінде Кевин Систром 37 жастағы миллиардер. Қысқасы, менің сіздерге айтарым осы. Сіздерге видео ұнады және ақпаратқа толы болды деген ойдамын. Егер солай болса, Instagram тілімен айтқанда лайк басыңыз.
подписаться лүпілін басып қазақ YouTube арнасын қолдай жүрейік.